Бас-басына би болған өңкей қиқым, мінекей бұзған жоқ па, елдің сыйқын дейді абай. Бүгінгі әңгімеміздің кіріспесі осы, менің атым Алмас Алтай. Армысыздар. Алқа билер институтын білесіздер. Қазақстанның заңымен бекітілген, сот төрелігін жүзеге асыруға қатыса алатын тұлғалар. Ал сіз билер алқасы дегенді естідіңіз бе? Мен өзім ойлаймын, біздің қазір мақсатымыз қазақтың есін жиғызу, қазақтың рухын көтеру. Міне, мен билер алқасы деген әңгімені осы видео шыққан кезде естігенмін. Омар Жәлел қазақтың бас биі болып сайланды деген ақпаратты көрген кезде не күлерімді, не жыларымды білмей аң-таң қалғанмын. Өйткені жалпы қазақ ұғымында би тым қастерлі тұлға. Бұл ұлы даладағы әділеттің қорғаушысы, ел ішіндегі ру арасындағы дауға нүкте қойған, жанжалға жеткізбей төрелік айтқан адам. Ал бүкіл қоғамдық қарым-қатынастар заңмен бекітіліп тасталған. Қазіргі кезде бидің не керегі бар? Би немен айналысады қазір? Бүкіл республикалық Қазақстан бойынша билер алқасы болғаннан кейін сіздердің көтеретін мәселелеріңіз бірінші очередьте осы болу керек. ЛГБТ бір жынысты ұйымдар, наркомания, құмар ойындар, одан кейін мына неше түрлі қитұрқы заңдар. Ал енді басқа бір мектепке доба бердік, бір жесір әйелге көмір бердік, бірдеңе деген майда шүйдені онымен қайырымдылық қорлары айналыссын. Ол билер алқасының айналысатын нәрсесі емес. Сіздер кәдімгі республиканский масштабтағы, мемлекеттік масштабтағы дүниемен айналысу керексіздер. Ашық дерек көзден бір сұмдық ақпарат оқыдым. Жыл бойы ел аралап, семинар, жиын өткізіп жүрген қазақ билер алқасы жастардың санасын улап, дінді насихаттап, жершілікті қоздырып, жекшілдікті, рушылдықты насихаттап жүр дейді. Трайбализмді негізге алған жалған билер USAID және Сорос секілді халықаралық ұйымдармен тығыз жұмыс істейтін көрінеді. Ал бұл ұйымдардың негізгі мақсаты нысанаға алынған елдің шаңырағын шайқалту. Билер алқасына тек намаз оқитын адам ғана алынады. Және олар тұрақты жарна төлейді. Жарна төлеген адамға 5 жылға жарамды куәлік беріледі екен дегенде хабарды. Бұның түбі күмәнді, тұманды бұл ұйымды мықтап тексеріп, қызметін терең зерттеу қажет. Қазір билер алқасының өзінде би екеу, дау төртеу болып тұрған кез секілді. Қараңыз. Қазір мына құрылтайшыларымыз өзара бір Абу деген ағамызды өздері 20-дан жиналып, өздері сайлап алған азаматымыз енді. Ол өзінше бас би болып жүр. Сіз мына жақта бас би болып жүрсіз. Мына жақта енді қазақтың заңды сайланған құрылтайында мен бас би. Бұл сөйлеп отырған Ермек Албан деген кісі қолында нән ағашы бар. Яғни қазіргі бидің бірі осы. Мен бұл кісіні бұрыннан білемін. Баяғы ковид кезінде вакцина алмаңдар деп елге лаң салған адам еді. Қазір рахат би болып алды. Ал мынау женігіп билеп қалың қызғырқынның ортасында алқын жылқыны шығып жүрген адамды танып отырсыздар. Бұл Омар Жәлел деген биші би. Омар аға, сіз өзіңізді тупой санайсыз ба? Әрине, үнемі. Тупой адамның би болғаны қалай деп ойлап отырсыздар ма? Бұл кісі қазір би емес. Омар сол қатындардың ортасындағы биінен соң билік қызметінен қуылып кеткен. Енді біз ол кісіге айттық, аға сіз не қазақтың бас биі болыңыз, не сөйтсе де жаңағы тренер болыңыз деп айтып едік. Омар Жәлел ағамыз жаңағы сол тренерлікті өзі таңдады. Ермек Албан Омарды биліктен алып тастаған кімдер екенін айтты. Дәл осы жерде аталмыш ұйымды нақты кімдер басқарып отырғанында айқын көрініп тұр. Ол кісі өз жұмысын атқарып, болып чапан жауып, сонымен жаңағы солай қоштасақ дегенбіз, бірақ ортамызда кішкене қатты діни көзқараста жүрген азаматтарымыз бой бермей сол шығуына сөйтіп атсалысты. Осы жердегі әңгімеге құзырлы органдар өте мұқият назар аудару қажет. Түсініксіз пиғылдарын қазаққа қасиетті би атауымен бүркемелеп отырып, астыртын тамыр жайып жатқан бұл алқаның қызметіне дәл қазір тексеріс жүргізілуі керек.